Петр Свидлер, Сергей Волков, 2003 жыл. Е4, Е6, француз қорғанысы, D4, D5, E5, бұл енді Немцович варианты. C5, C3, вәзір B6. B2-ге және D4-ге қысым көрсету. Ат F3, піл D7 және A3. Мүмкіндік бар болса B4 деп жүру. A5, B3, ат A6 және піл E3. Ағылшын пілі деп аталады. Және Вересовтың вариантында жиі осы піл мына неде тұрады? E3-те. Тура C8, піл D3, ат E7 және рокировка. Ат F5. Енді бұл Александр Алейхиннің сүйікті аттарының бірі және піл F5. Қызық шешімдердің бірі. Жалпы көп жағдайда бұл пілді сақтап қалуға тырысады. Мына D3-тегі пілді сақтап қалуға тырысады. Бірақ бұл жерде Петр Свидлер нақты шешім қабылдады. Бұлай және тура E1. C4, C4, BC және тура C4. Бұлай қарасаңыздар, қарылардың жағдайы тамаша, бәрі керемет. Тек қана мына ат қана болмаса, өйткені аттың бір керемет жерлері жоқ. Мына пілге қарама қарсы ешкім жоқ, және осы жерде E6. Керемет шешім. Бұл торды босату әдісі деп аталады. Сіздердің ең басты мақсаттарыңыз мына E6-дағы, E5-тегі торды басып алу. Бұлай, және ат негізгі орталыққа келді. Керемет аттардың бірі. Мына пілге көңіл аударыңыздар, мына патшаға көңіл аударыңыздар. Бұлай, вәзір A4 шах. Рокировка жасалынған жоқ, ол рас, піл шыққан жоқ, осының барлығын ескеру керек. Патша D8 және бірден C4. Тағы да бір рет торды босату. Тағы да бір рет торды босату және C3-тегі. Егерде қарсылас деген былай алатын болса, онда D5 деген әрекеттің арқасында сіздер деген және мына жерге шабуыл жасайсыздар, және мына жерге де шабуыл жасайсыздар. Và F6 және C5 мүмкіндік бар болса, мына пілдің жолын жауып тастау, ол бір, екіншіден мына аттың да шығуына мүмкіндік бермеу және қарсыластың аумағына өз сарбазыңызды орналастыру. Вәзір B2, ат D3. Бұл Капабланканың сүйікті аты. Алдық және вәзір A5. Дәл қазір мына вәзір қолға түсіп қалды. Енді дәл қазір соңғы кезде ат C3 деп жүретін болсақ, онда вәзір қолға толығымен түседі. Бірақ бұны кім біліп тұр? Сергей Волков және вәзір A2 деп жүрді. Піл F4. Көріңіздер ме? Мына піл жұмыс істемейді, мына тура істемейді және мына атта керемет емес, мына пілде керемет емес. Сол себепті біздің мына A1-дегі неміздің турамыздың жоқтығы мүлдем байқалынбайды. Вәзір C4 және ат B4. Тамаша. Мына тураны, мына ат қорғап тұр. Сол себепті сіздер деген аттың көзін жоюға тырысасыздар. Бұлай және піл C7. Сонымен қайтарып алдық. Тураны қайтарып алдық. Ал мына патшаның мәселесі, пілдің және мынаның барлығының мәселесі әлі шешілген жоқ. Патша F7 және вәзір B6. Енді мына жерге шабуыл жасаудың амалы піл C8 және ат A6. Керемет шешімдердің бірі қазіргі таңда. Бұлай алдық және ат C3. Шын мәнінде қарсыластың мына піл жұмыс істемейді, мына тура істемейді және мынау да істемейді. Дәл қазір мынағанда шабуыл жасалынды. Піл E6 және тура B1. Енді ашық жол бізге өте керек нәрсе қойды. Піл E7 және тура B7 қомағайлар қатарына кірдік. Бұлай және F3. F3 енді болашақта патшаны F2-ге қойып, мына торлардың барлығын әдемілеп тұр бақылауға аламыз. G5, A7 және піл D6 байлап тастадық. Бұлай әдемілеп тұр байлап тастадық. A6, сонымен ақырындап қаужай берейік ақырындап. Алдық және піл F7. Ат D5 керемет. Енді мына атпен мына пілді салыстыруға келмейді. Шах, патша F2 және тура C1. Біліп тұр. Мына қос сарбаздың міні мына осы қозғалатын біліп тұр олды. Патша E2, патша D1 және кеттік. Мына сарбаз алға қарай ұмтылды. Енді қалғаны аса қызық емес, өйткені кімнің ақтардың басымдығы айқын. Тек қана осы шақтардың бәрін тоқтату керек. Шах, алдық. Енді мына сарбазды тоқтатуға ешқандай мүмкіндік жоқ.
Қалғанын енді бір ауыз толтырып айтатын әңгіме жоқ, өйткені тура, мына пілден мықтырақ екені көрініп тұр. Бұлай D5. Енді қазіргі таңда бұны D6-ға алып келеді, содан кейін A6, A7 және A8 деген іс-әрекет болады.